Бүгінгі сабақтың тақырыбы тарих және құқық негіздері пәні мұғалімдерінің цифрлық құзыреттілігінің практикалық дағдыларын дамыту. Сабақтың мақсаты тарих және құқық пәні мұғалімдерінің цифрлық құзыреттілігін арттыру, заманауи білім беру платформаларын тиімді пайдалану арқылы оқу үдерісін жетілдіру. Сабақтың басында қатысушылардың назарын тапсыратын тестке аударып, оның маңыздылығын түсіндірдім. Сабақ жоспарға сай ұйымдастырылып, тыңдаушылардың белсенді қатысуымен басталды. Барлық тыңдаушылар сабақтың басында тест тапсырып, оны ойдағыдай орындап, сұрақтарға толық жауап беріп, өз білімдерін жоғары деңгейде көрсетті. Тест нәтижелері олардың сабақ материалын жақсы меңгергенін дәлелдеді. Бұл олардың алдағы сабақтарға қызығушылықпен және жауапкершілікпен қатысатынын көрсетті. Сабақ барысында тыңдаушыларға түрлі цифрлық құралдар мен әдістердің мүмкіндіктері көрсетілді. Сабақ кезеңдері әртүрлі белсенді әдістермен ұйымдастырылды. Миға шабуыл әдісі арқылы цифрлық құралдарды талқылау тыңдаушылардың тәжірибе алмасуына мүмкіндік берді. Презентация барысында Google Classroom және Neurgrowth платформалары арқылы жасалған сабақ үлгілері ұсынылып, олардың тиімділігі талданды. Тыңдаушылар платформалардың мүмкіндіктерін нақты мысалдар арқылы көріп, өз тәжірибесіне енгізу жолдарын талқылады. Дәріс пікірталас кезеңінде қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмаларды әзірлеу мен мотивациялық цифрлық сабақтар құрудың принциптерін қарастырылды. Граффити және интервью әдістері арқылы топтық жұмыс пен рефлексия ұйымдастырылып, тыңдаушылар өз тәжірибесінде қолдануға болатын жаңа тәсілдермен танысты. Әртүрлі әдістер арқылы практикалық тапсырмалар орындау барысында тыңдаушылар жаңа идеялар мен тәсілдер қолданды. Бұл тәжірибе тыңдаушылардың цифрлық құзыреттілігін арттырып, тарих және құқық сабақтарын оқушылар үшін қызықты әрі интерактивті өтуге шабыт берді. Цифрлық платформалардың мақсатты әрі жүйелі пайдалану қазіргі мұғалімнің басты кәсіби дағдысы. Кері байланыс барысында сабақтың мен үшін берері көп болғанын түсіндім. Екі жақты күнделік кері байланыс арқылы қатысушылар сабақтан алған әсерлерін, қиындықтарын және болашақта қолданатын әдіс тәсілдерін жазып берді. Көпшілігі сабақтың тәжірибелік бағыттылығын және нақты құралдарын жұмыс істеу мүмкіндіктерін жоғары бағалады. Бұл сабақ маған тыңдаушылардың цифрлық құзыреттілігінің деңгейін байқауға және оларға бағыт-бағдар беруге мүмкіндік берді. Қатысушылар белсенді, ынталы және өз тәжірибесін байытуға дайын екенін көрсетті. Жалпы алғанда сабақтың мақсаты орындалды. Тыңдаушылар заманауи цифрлық платформалармен жұмыс дағдысын жетілдіріп, тарих және құқық пәндерін оқытуда жаңа көзқарас қалыптастырды.